Мен сторис саламын деп ойлаған жоқпын. Бірақ камерада дірілдеп жатыр да. Қорқам да. Маған бір кісілер звондап, аузыңа ие болып жүр деген сияқты. Сөйтеміз, бүйтеміз әйтпесе деп қорқытады, қорқытып жатыр. Қайтадан звондайын десем, скрытныймен звондайды да, мен білмеймін да, қайдан, қалай, кім, не үшін маған да деген сияқты да. Мен кімнің ала жібін аттадым деген сияқты. Енді соңғы менде енді қатты ұрыс Айбекпен, Еңлікпен ғана болды ғой. Солар істетіп отыр ма деп ойлаймын да бір жағынан. Бірақ мен ол жерде артық кеткен нәрсе болған жоқ. Өздеріңіз де білесіздер ғой. Өздері бастады. Мен только жауап айттым деген сияқты. Мен былай өзімнің ішіме болып жатқан нәрсемді жасырып, сіздерге айтпай жүргім келіп тұрған жоқ. Айтам білсін, бәрі маған звондап жатқан. Білейік, шығарсын, кім осы сторисімді көргенге бәлкім біреу көмектесер деген сияқты ниетпен сторис салып отырмын да. Қорқып отырмын, шыны керекші. Түннің бір уақыты болды, мен болсам ұйықтағанның орнына қорқамда ертең қалай не болады деген сияқты. Аузыңа ие бол, біз сөйтеміз, бүйтеміз деп кәдімгідей болып салып жатыр да. Мен білмеймін кімге барып, кімнен көмек сұрайтынымды.